Қазір осы уағызды тыңдасаңыз, өзіңіз ішіңде керегін алып аласыңыз өзіңізге. Хукмул малахи ва хақиқатуха дейді. Малахи, лаху, бос амалдардың шариғатта хукмы ва хақиқатуха, оның негізі дейді. Малахи деген лаху сөздер, лаху амалдар, бос амалдар. Малахи деген негізі қазір келеді. Ал-малахи куллуха харамун дейді. Малахи, бос амалдар барлығы харам дейді. قال ابن مسعود صوت اللح والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. Музыка тыңдау, лаху ғина, жаңағындай өлең тыңдау, олар адамның жүрегіне нифақ деген сезімді пайда қылады дейді. Нифақтық адамда 200-лік жүрегінде пайда қылады дейді. Қалай егет өсіреді дейді, жүректе 200-лікті нифақты өсіреді дейді адамның жүрегінде. Өлеңді тыңдау. Өлең тыңдайтын адам мунафиқтың бір былай айтқанда бөлегі дейді. Кама юмитул мау ан-набат дейді. Қалай су өсімдікті, шөпті өсіреді дейді. Адамдың музыкада сондай адамның жүрегіне нифақты өсіреді дейді, 200-лікті өсіреді дейді. رواه في السنن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі қалай адамда суды, өсімдікті, шөпті, ағашты су өсіреді, музыкада нифақты өсіреді дейді адамның жүрегінен. ودلت مسألة إجابة الدعوة إلى الوليمة أن الملاهي كلها حرام дейді. Осы хадис осыған қатысты дейді. Қайсыған тойға қатысты дейді. Харам музыка бар тойға баруын болмайтынын осы хадистен белгілі дейді. Музыка бар тойға баруын болмайтын. ودلت مسألة إجابة الدعوة إلى الوليمة أن الملاهي كلها حرام. Осындай малахи, осындай музыка бар тойларға баруын болмайтын осы хадис, яғни музыка адамның жүрегіне нифақты өсіреді деген хадистен белгілі дейді. Музыкалы тойларға баруға болмайды. Вақат атлағал имам Мухаммад исм лаиб вал ғина ала лаху дейді. Лаху деген не деген? Ол ғина дейді. Ол музыка деген имам Мухаммад. Лаху деген сөзді музыкаға, ғинаға, өлеңге. Ва хуа харамун бин нас. Ол харам дейді. Шариғатта оған сарих нас бар дейді. Дәлел бар дейді оған дейді. Қал алейхиссалату вассалам лахвул муъмини батилун илля фи салатин дейді. Мұсылмандың амалдары барлығы бос дейді, батыл дейді. Мұсылмандың жаңағындай уақытын өтіру, шариғаттан басқа жасаған амалдары барлығы бос дейді. Лахвул муъмини батилун илля фи салатин дейді. Муъминдің шариғаттан емес жасаған амалдары барлығы батыл дейді. Илля фи салатин дейді. Тәдибихи фарсаху дейді. Өз жылқысын, атын тәрбиелеп, сонымен жаңағындай болу, соның уақытын атына, жылқысына уақыт бөлу, ол немесе мулаибати или фарси, өз жылқысымен болып, оны тәрбиелеп, онымен ойнау, ол бос амал емес дейді шариғатта дейді. Варамихи ан қауси, немесе садақ атып, ойнап, үйрену, ол да бір бос амал емес дейді. Ва мулаибати ма ахлихи дейді. Өз жаңағы келіншегімен, әйелімен жаңағындай ойнау да, ол да бір шариғатта күнәға бармайды дейді. Мұсылманның қалған барлық амалдары ол босқа, лахуға жатады дейді. Шариғатта одан тыйым салған дейді. 3 амал дейді. Ахраджаху Ахмад вал арбаатун ва сахха ибн Хузайма вал хаким min хадис Aqbat ibn Amir كل ما يلحو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديب فرسه ومضاعبته أهله. жаңа хадисте айтады. ولهذا بوّب الإمام البخاري في كتاب الاستئذان بابا خاصا قال فيه باب كل لحو باطل. осы хадиске көре имам Бухари рахималлах кітабында бір бап ашқан. Әрбір лаху харам деген, батыл. Лаху деген не? Уақытыңды босына өтіру, шариғатсыз өтіру амалдар уақыттарыңа лаху деп айтылады. Қандай амалдарың шариғатсыз өтетін болса, ол лаху. Барып компьютерден ойын ойнайсың ба? Не қыл дейді оған? PlayStation дей ма? Қандай амалдар шариғаттан болмаса ол харам. Имам Бухари рахималлах айтады. Бабу күллі лахуин батырын ида шағалау хани таатилля. Сені Алланың таатынан, Алланың құлшылығынан, Алланың ибадатынан алып қалатын амалдар болса, олар лахуға жатады, батылға жатады.